Баршаңызға сәлем достар. Сіздерге үй жағдайында тез әзірленетін сәбіз салатын жасап көрсететін боламын. Бізге керекті орташа 4 сәбіз, тұз, сәбіздің приправасы, пияз, чеснок, сұйық май. Ең алдымен сәбізімізді теркадан өткізіп аламыз. Енді мұның үстінен чесногымызды өткіземіз. Дәміне қарай приправамыз себеміз көз мөлшермен. Дәміне қарай тұз саламыз. Енді пиязымызды ортасынан бөліп тураймыз. Табамызды пешке қойып, сұйық майымызды құйып, қызып тұрған майдың үстінен пиязымызды саламыз. Араластырып қуырамыз. Пиязымыз осылай кішкене сарғаю керек. Қуырып алған пиязымызды салатымыздың үстіне ыстық күйінше құямыз. Жақсылап араластырамыз. Үй жағдайында жасалатын өте дәмді салат болады. Істеп көріңіздер, ас болсын. Осылай көк шөппен әсемдеп жібереміз.